Құрметті тыңдармандар, Гүлдер сыры 30 бөлімі. Жихан жанға барып, жанудан сен Эбруға қонақ үйден орын беріп, оның қасында түнедің бе деді. Я деді. Ал Серхат болса, Беракты қонақ үйге баласы үшін, дүниеге келетін баласы үшін амалсыздан кіргізді. Ал Жан болса, Серхатқа келіп, Эбрудың Жихан екеуінің арасында бірдеңе барын, және де Эбруды басқа қонақ үйге ауыстыру керегін айтты. Өз білгендерін істеңдер деп Серхат ашуланып шығып кетті. Жан Эбруға барып, сен енді бұл қонақ үйде жұмыс жасамайсың деп айтты. Ал Зейнеп анасына барып Кадерді алып кетпекші болды. Ал анасы: қызым, бүгін көңіл күйің жоқ қой. Серхат мырзаның әйелі саған бірдеңе деді ме? Енді менің жүрегім шыдамайды деді анасы. Ал сол кезде Эбру келіп қалды. Эбру, сен неге ерте келдің деді. Әпке, сен бәрін білдіріп алып, Серхат мырзаға кеше Жихан мырза маған бөлме бергенін айтып, сол жұмыстан шығаруды сен айттың ғой деді. Жоқ, мен ол туралы ештеңе де білмеймін деді. Әпке, сен дым білмеген адам құсап қаласың деп Эбру ашуланып кетті. Ал анасы: әпкеңді не деп ашуландырдың деді. Әпкем мені сонда ашуландырмай ма? Бәріне Эбру кінәлі деп Эбру да ашуланып кетті. Анасы: мен саған көрсетемін деді. Ал Серхат болса адвокатқа хабарласып, Берак жайлы, яғни бала жайлы не шешетінін, не істей алатынын сөйлесті. Сол кезде Зейнеп Серхатқа келіп: Серхат мырза, не болды деді. Бүгін алғашқы жұмыс күнің қалай болды Зейнеп деді. Жақсы, тәттіңізге рахмет деді. Ал Серхат болса Берактың жүкті екенін айтты. Ал қыздар Кадердің жасаған бөрегін жеп мәз. Сен оны өз қолыңмен жасадың ба деді. Иә, өз қолыммен жасадым деді. Ал Хаял болса Илкинге: сен маған осылай бөрек жасап бермедің ғой деді. Сен де маған жасап бермедің ғой деді. Мен сендердің сіңілдеріңмін ғой деп Кадер сол кезде айтты. Тибет Жиханды оңаша шақырып алып, қонақ үйге заңсыз кіргізетін адамдарын берді. Яғни оған ол ақшаның жартысын берді. Мынау сенің үлесің деді. Ал Жихан болса Тибетке: саған Берак сәлемдеме айтты. Қызды Кадерді қашан алып кетсін деп айтты. Мен оны алып кете алмаймын деді. Ал Эбруға Жиханға хабарласып, жоғарғы көшеге кел деді. Ал Берак болса Серхатқа хабарласып: мен өз үйімде тұрғым келеді. Егер де мені тұрғызбайтын болсаң, баланы Кадер сияқты тастап кетемін деді. Ал Эбру болса Жиханға барды. Жихан оған: сен бай болу үшін барлығын жасайым деп едің ғой. Міне саған ақша. Сен қонақ үйге заңсыз адамдарды кіргізесің, құжаттарды тіркемейсің деді. Ал сол кезде Мұстафа келе жатқан кезде оларды білдірмеу үшін Түлай өтірік: басым ауырып тұр деп Мұстафадан көмек сұрады. Ал Зейнеп Серхат мырза, не болды деп келгенде үйге Берак келіп қалды. Ал оны Илкин көріп: апа, сен мұнда не істеп жүрсің? Сен бізге жалыну үшін келдің бе деді. Сендер кешіргенше жалынам деді. Ал Зейнеп болса әкесі Әріпке хабарласып: әке, қайырлы кеш. Мен сізден бір өтінішпен хабарласып тұрмын. Біз Кадер екеуміз сіздің үйіңізге барып тұрсақ бола ма деді. Әрине болады, қызым, алып кетейін бе деді. Ал Серхат болса қыздарды құшағына қысып жақсы көретіндерін айтты. Ал Берак болса оларды сырттай ғана бақылап тұрды. Ал Жихан үйіне келген кезде: Азра, қонақ үйге хабарластым. Сенің 2 сағат бұрын шығып кеткеніңді айтты деді. Я, пробкада тұрдым деді. Ал кептеліс 2 сағат па деді. Ал сол кезде Азра флешканы көргенде оны Жихан ақмақ қылған еді. Оны Азра көріп қатты ашуға басып: Жихан, мен саған көрсетемін деді. Ал қыздар болса Беракқа қош бол деп хабарлама жазып жіберді. Ал Берак шошып Серхатты оятты. Ал қыздар болса анасын қорқытпақшы болды. Ал Зейнеп те оларға не болды екен деп шошыды. Ал қыздар сол кезде күліп жатқанда Берак қатты ашуланып жылады. Ал Серхат қатты ашуға мініп: қыздар, екінші бұлай істемеңдер деп қатты қыздарына дауыс көтерді. Сол кезде Берак Зейнепті ұрмақшы болды. Бірақ оны
Серхат ұстап қалды. Фильмнің жалғасы бар. Арнама тіркеліп, лайк басам.